Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Гаухар, Рамазан айы құтты болсын. Тілеп жатқан дұға тілектеріңіздің барлығы да қабыл болғай. Бүгін ауызашарға өте дәмді, үйдегі бар ингредиенттен жасалатын осындай печеньеларды жасайтын боламыз. Видеоның описание бөлімінде барлық құрамдары жазулы тұр, сол құраммен жасасаңыздар болады. Міндетті түрде видео ұнап жатса достар лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Алдымен печеньеміздің қамырын жасап аламыз. Ол үшін пайыздығы 72% бізге маргарин керек. Ұнды міндетті түрде електен өткіземіз. Одан кейін қолмен жақсылатып барлығын осылай біркелкі етіп араластырып аламыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін енді қопсытқыш 3 жұмыртқаның сары уызын салып, және де кез келген пайыздағы қаймақты қосып, жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Мінекей бізде осындай қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр пайда болады. Енді оны осылай бірнеше дөңгелекті бөліктерге бөліп алатын боламыз. Енді печеньеміздің арасына салатын меренгісін жасап аламыз. Ол үшін бірінші жұмыртқаның ақ осылай жақсылатып шайқап аламыз. Біздің масы сәл көпіргеннен кейін енді аздап қантты сала отырып, барлығын жақсылатып араластырамыз. Ең бастысы достар, меренгі салатын ыдыс құрғақ және де таза болу керек. Одан кейін тоңазытқыштан алынған мұздай меренгіні осылай жақсылатып шайқап аламыз. Енді жан-жағына осылай қозғалтқан кезде біздің меренгіміз қозғалмауы керек. Шағын бөліктерге бөліп, енді дөңгелетіп аламыз. Одан кейін ортасына осылай меренгімізді саламыз. Үйіңізде орех болса, орехтен де салсаңыз болады. Өте дәмді болып шығады. 180 градуста пешімізді қыздырып бастаймыз. Одан кейін мінекей печеньеларымыз дайын болды. 180 градуста барлық печеньеларымызды беті қызарғанша әдемілетіп пісіріп алатын боламыз. Печеньені әртүрлі етіп әсемдесеңіздер болады. Мен бетіне шоколадты ерітіп жақтым. Осылай ақ шоколадтан да жақсаңыздар болады. Жасап көріңіздер, ас болсын.